Совет үкіметі құлағанда құрамында неше одақтар республика болды? Білмейсің бе? Мұнда карта бойынша айтып берейін. Балтық теңізін білесің ғой? Білесің бе? Айта беріңіз, айта беріңіз. Балтық теңізінің жағасында үшеуі бар. Латвия, Литва, Эстония. Батыста төртеуі бар. Украина, Белоруссия, орыстың өзі, Молдаван. Жетеу болды ма? Кавказ үшеуі бар. Армения, Грузия, Азербайжан 10. Орта Азияда Қазақстан бастаған 5-еуі бар. 15. Сол 15 елдің жалғыз қазақ. Өз жерінде отырып, тарихын, салтын, тілін білмейтін, туған күн жасайтын Далбаңбай алғашқы айналып кеткен. Бірде-бір басқа республикада болған жоқ. Бірде-бір басқа республика Жириновский, Солженицын деген сұмырай шыққан жоқ, бізден шықты. Бірде-бір басқа өз жерінде отырып ана тілін білмейтін, және оған қысылмайтын сұмырай да бізден шықты. Кейбіреулері биліктің басында отыр. Мен солар балам, немерем биліктен аяқ баратып, қазақ тілін бақайдан қағып отқан солар. Аталарындағы деген іштен шыққан жау жаман дейді. Сонда өзіміз сұрақ қойсақ, әліппелі мына 15 елдің ішінде манағы тарихын, салтын, тілін неге осындай күйге тап болдық? Біз қайдан шықтық? Біз Сталиннің түрмесінен шықтық. Түрмеден басқалар шықты, біз түрменің ішінде карцерден шықтық. Карцер латынның сөзі, тікелей мағынасы қараңғы түнек деген. Тура аударғанда тозақ деген сөз. Біз сонда Сталиннің түрмесінің тозағынан шықтық. Сталин халықтарды қайда жері болады? Қазақстанға. Атом бомбасын қайда сынды? Қазақстанда. Қазақ халқының оңын соңын талдырып зиялы қауымды батыста интеллигент дейді латынша. Оның соңын түгел жоқ қылды. Яғни қазақ халқының бастан айырылды. Басы айырылған қазаққа 7 жыл бойы ойына келген істеді ғой. Соған көкірегін амсыған мына коммунистер, мына өздерін оқытқан, әділдеп оқытқан жастардың тілегіне жауап берудің орнына олар қара күйіп жала жапсырды. Қандай жала? Наркоман алқаштар дейді жастарға. Қазақ халқына ұлтшыл дейді. Мен сондықтан қазақтың дастарханда арақ тұрды деген сөз кешегі құрбан болған жастардың рухын қорлау деген сөз. Соны бауырларына жеткізуіміз. Сосын ана тілін төрге шығарымыз. Мен қазір біз бостандықтың көлеңкесінде тұрмыз. Әлі шыққан жоқ. Қазақ тілі қарай төрге шығады, сонда біз бостандық деп айтуға болады. Соған бәріміз атсалысуымыз керек. Оған қазақтың мүмкіндігі бар. Басшымыз мәңгелі боламын деп дұрыс жерімізде байлық жетеді, тіліміз өте бай, бірақ төрге шығара алмайды. Соған әр қазақ атсалысу керек. Азаматтың деген қазақ. Дұрыс айтасыз. Енді мына коммунист партияның табиғаты қандай деген тұрсақ. Коммунист партияда 3 кемшілігі бар. Бірінші Құдай жек көреді кешше. Екінші не істесе де біріне бір сілтеп жауап бермейді, жауапсыз. Үшіншіден өліп кетсе де қатесін мойындамайды. Тоң мойын топпас. Сонда қара, кешше жауапсыз, тоң мойын топпас. Қорытын шығарғанда Исвостан партиясы дейді бұны. Мың сондықтан біздер 70 жыл бойы кім білген? Залым Сталин, нақұрыс Хрущев, наркоман Брежнев, Далбаңбай Горбачев басқарды міне. Ақырында бітіріп қойды. Сосын бұл партияның тағы бір несі, бұлар өтірікші, 200-де өтірікші ұры партия. Солар әлі, мұны қара, өздері ұстап беріп отыр. 70 жыл бойы коммунист партиямыз деген, енді халық партиясымызды жамау жапсырып алып отыр. Әлі халықтан, қазақ халқынан кешірім сұрақ, сотталуға тиіс коммунист партияның өкілі парламентке 2 рет өтпеді. Ішінде Далбаңда қазақ жүр. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ халқының бір сырқатын көрсетті. Қандай сырақ? Сырқат. Білесің бе? Рухани сырқат дейсіз ба? Өзін бағаламайтын. Міне қазақ тілін қолына су құя алмайтын. Міне аударма қарадым. 3 мысал келтірейін саған. Өздерін жауынгерміз дейді, өздерінде әскер деген сөз жоқ. Солдат дейді, солдат немістікі. Бізде соны ауыстырады 3 сөз бар. Қандай? Әскер, сарбаз, жауынгер. Жоқ, оны қолданбайдан солдат қолданады, және оны орыстық. Сосын бізден Жириновский шықпай қайтеді. Өзіміз жағдай туғызып отырмыз ғой. Немесе жұмысшылар басқарып отыратын адамдардың отыратын жерінің, бастықтардың отыратын жері не дейді бұлар? Офис дей ма? Ол француз, кімдікі? Ағылшындікі. Контора дей ма? Латындікі. Канцелярия дей немістікі. Бюрократ деймін француздікі. Сонда бұларды ел басқаратын салт жоқ. Бұның қаңғып жүрген ойнастан тұрған Сталин сияқты адамдар басқаруға болады деген сөз. Бұны көрдің ба? Сосын, бізде бар қандай сөз? Кеңсе. Оны қолданбайды, мына 4 сөзі қолданады, ол 4 және орыстікі дейді. Сосын бізден жеріміз шықпай қайтеді. Не болмаса, керім, ұстаз деп телевизорға сұхбатқа шақырады бір мұғалімді. Ол семья дейді. Семьяның 3 сөзі бар ма қазақта? Қандай? Шаңырақ, отбасы, жанұя. Жоқ ана семьяны қолдан. Сосын ана Жириновский сияқты сұмырай айтады. Бұл қазақ халқы мал ұқсап шағылысқан екен. Біз семьяны алып адам болып отырмыз. Яғни біз өзімізді бағаламаймыз. Сонда асыл тілде өзімізді қорлап отырмыз. Сол мұғалімнің беделі қайдан болады? Манағы керімдегі мұғалім ана біз. Ана жүргізушіге сұрақ қоймайды.
Ай сен ұстаз емессің ба? Семьяң не? Біз өз сөз бар ма сізді айтып жүрміз. Өздерінің беделін өздері түсіріп жатқан мұғалім. Дұрыс айтасыз аға, Ол дұрыс білім айтасыз. беріп жарыта ма? Соған бәрін атсалысыңыз ағайын. Енді жаңағы 86 жылғыны не деп шештік енді аға, соны айтып берсеңізші. 86-дағыны не деп шештік деймін? Нені? 86 жылғыны Иә. не деп шештік деймін оны? Айтып отырмын жастарға наркоман алқаш дейді. Қазақ халқын. Қарындаш де, не продукты жоқ. Қайрат, тамақ істейміз ба? Тамақ істейміз. Бұл общага ғой. Қыздардан сен жартысын, мен жартысын, балалардан сұраймыз да олай ма? Қыздар жанбайшы май беріп тұрыңыз, пожалуйста, тамақ істеп отырыңыз. Рахмет жанбайшы, рахмет қыздар. Мен алысып қыздар жанбайшы, тұз беріп тұрсың ба? Тұз бар ма? Ой, рахмет жанбайшы, рахмет. Ауыр, картошка беріп тұрсың ба? Әне, тұр, ала берші. Қазір тамақ жей, ешкім кетпей, екеуміз ақ жеп алсақ, ә? Қыздар, көңіл тойған қарында